Саламатсыздар ма? Сіздердің алдарыңызда Атырау аграрлық техникалық колледжінің математика пәні оқытушысы Кереш Сәрсенғалиқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш, жазықтықтардың арасындағы бұрыш және жазықтықтардың перпендикулярлығы. Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрышты анықтау үшін мынау жазықтық, альфа жазықтығы және оны қиып өтетін А түзуі берілсін. О нүктесінде қиып өтетін түзу берілсін жазықтықты. Енді осы түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрышты анықтау үшін А түзуінің бойынан кез келген жерінен нүкте алып, ол нүктеден жазықтыққа перпендикуляр түсіреміз. А бірінші нүктесі қиылысқан нүктені жазықтықпен перпендикулярдың. Сосын түзу менен жазықтықтың қиылысқан нүктесі мен жазықтықта пайда болған нүкте арқылы түзу жүргіземіз. А нүктесінен альфа жазықтығына перпендикуляр түзу жүргіздік. А бір нүктесінде қиылысты. Енді жазықтықтың түзумен қиылысқан жерінің О нүктесі мен А бір перпендикулярдың табаны арқылы түзу жүргіздік, екі нүкте арқылы. Енді пайда болды біздерде АО А1 бұрышы. Міне осы АО А1 бұрышы түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш деп аталады. АО А1 немесе түзу мен жазықтықтағы проекциясының, түзудің жазықтықтағы проекциясының арасындағы бұрышты түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш деп атайды. Енді егер жазықтықтар параллель болса, онда олардың арасындағы бұрыш 0 градус екенін білеміз. Енді егер екі жазықтық қиылысатын жағдай болса, мысалға, міне мынау астыңғы жазықтық, мынау үстіңгі жазықтық болсын, бұл екі жазықтық қиылысып жатыр. Осы екі жазықтықтың арасындағы бұрышты анықтау керек. Анықтау үшін екі жазықтықтың қиылысу түзуіне үшінші бір жазықтықты перпендикуляр етіп жүргіземіз. Міне, перпендикуляр етіп жүргіздік. Сонда осы мына үшінші жазықтық, екі жазықтықты да қиып өтті түзулер бойымен. Сол түзулердің арасындағы бұрышты жазықтықтар арасындағы бұрыш деп атайды. Немесе суретін салатын болсақ, мынау альфа жазықтығы және ветта жазықтығы қиылысып жатты делік. Осы екі жазықтықтың арасындағы бұрышты анықтау үшін үшінші бір жазықтықты мына екі жазықтықтың қиылысу түзуіне перпендикуляр етіп жүргіземіз. Үшінші бір жазықтықты. Міне, үшінші гамма жазықтығы делік. Сол гамма жазықтығы альфаны де веттің жазықтығында қиып өтті. Мына гамма менен альфаның қиылысқан түзуі мынау С түзуі дейік. Гамма менен веттінің қиылысқан түзуін Д түзуі дейік. С мен Д-ның арасындағы бұрыш пайда болды. Осы С менен Д-ның арасындағы пайда болған бұрышты екі жазықтықтың арасындағы бұрыш деп атайды. Енді жазықтықтардың перпендикулярлығының анықтамасы. Жазықтықтар перпендикуляр болу үшін олардың арасындағы бұрыш 90 градусқа тең болу керек. Немесе тік бұрыш жасап қиылысқан екі жазықтық перпендикуляр жазықтықтар деп аталады. Мысалға, мынау бірінші жазықтық, мынау екінші жазықтық болса, бұл екеуі перпендикуляр болу үшін олар былай орналасу керек. 90 градус. Екінің арасындағы үшінші бір жазықтықта жүргізгенде олар сол жазықтықтың әрқайсысымен, екі жазықтықтың әрқайсысымен қиылысатын түзулердің арасындағы бұрыш 90 градусқа тең болу керек. Енді жазықтықтардың перпендикулярлығының теоремасы бар. Егер теореманы жазып алайық. Жазықтықтардың перпендикулярлығының анықтамасын тағы бір рет айтып жіберейін. Анықтама: жазықтықтар перпендикуляр болу үшін олар 90 градус немесе тік бұрыш жасап қиылысу керек. Теорема: егер жазықтық қандай да бір жазықтықты алып отырмыз біз, альфа жазықтығын. Осы альфа жазықтығына перпендикуляр болатын түзу арқылы өтетін болса, жаңа екінші жазықтық айталық. Міне,
Мен жазықтыққа перпендикуляр түзуді жүргізіп қойдым. Мен жазықтықтың төл жолын алған жоқпын, қазір көрінбей қалатын жағдай болғаннан кейін мен түзуді мына жазықтыққа перпендикуляр деп есептеймін. Егер енді екінші жазықтық мына түзуді жазықтыққа перпендикуляр етіп алдық қой. Осы түзу арқылы өтетін болса, онда жазықтықтар перпендикуляр болады дейді. А түзуі, егер бетта жазықтығында жатқан А түзуі альфа жазықтығына перпендикуляр болса, онда бетта жазықтығы мен альфа жазықтығы перпендикуляр болады. Немесе мына қиылысу нүктесі арқылы түзу жүргізсек, ол түзу мен екі түзудің арасындағы бұрыш тікбұрыш немесе 90 градус болады. Бұл теорема жазықтықтардың перпендикулярлығының белгісі деп аталады. Енді бір есеп шығарып көрсек жазықтықтардың перпендикулярлығына. Не ол есеп? Бірінші есеп АВСД квадрат. АВСД на суретте квадрат. Асы және ВД диагональдары. Диагональдардың қиылысу нүктесі арқылы квадраттың жазықтығына перпендикуляр тұрғызылған. Д түзуі АВСД жазықтығына перпендикуляр. Асының ұзындығы 8 см, ОЕ-нің ұзындығы 4 см болса, ЕС-нің ұзындығын табыңыз дейді. Суреті салу тұр, мен үкімде тағы бір сурет салайын. АВСД квадрат болса да, біз оны ромб қылып саламыз. Оның кескінін саламыз себебі суретке салғанда. АВСД квадрат деп есептейміз, барлық ұштары тең және қабырғалар тең. Екі диагональдің қиылысу нүктесі арқылы квадраттың жазықтығына перпендикуляр тұрғызылған. Л түзуі перпендикуляр. Д түзуі АВСД-ға перпендикуляр. Д түзуінің бойынан Е нүктесін алған. Бізде есептің шартында асының ұзындығы 8 см және ОЕ-нің ұзындығы, О деп отқанымыз диагональдардың қиылысу нүктесі. ОЕ-нің ұзындығы 4 см. Табу керек ЕС-ны. ЕС-ның ұзындығын табу керек. ЕС-ның ұзындығын табу керек. Асы, ВД екеуі 8 см-ден. Диагональдары тең болады квадраттың, сондықтан 8 см. Қарастырамыз, тікбұрышты үшбұрыш. Мына біздерге табу керек ЕС-ны, Е мен С-ны қосамыз. Тікбұрышты үшбұрыш болады. ЕОС үшбұрышы тікбұрышты үшбұрыш. Себебі ЕО квадраттың жазықтығына перпендикуляр болғандықтан, ол мына О нүктесі арқылы өтетін жазықтықтағы, АВСД жазықтығындағы барлық түзулерге перпендикуляр. Сонда мына бұрыш 90 градус. Бізге ОЕ белгілі, ОЕ-нің ұзындығы 4 см, осы белгісіз, бірақ асы белгілі. Асының ұзындығы 8 см болса, осының ұзындығы жартысы болады, 4 см. Сонда мына жерде пайда болған тікбұрышты үшбұрышта әйгілі Пифагор теоремасы бойынша Е-ны табу үшін гипотенузаны табу үшін Е-ның квадраты, гипотенузаның квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең болады. ОЕ деп отқанымыз 4 см, 4-тің квадраты, осы деп отқанымыз жаңа 8-дің жартысы деді, 4-тің квадраты. 16-ға 16 қосамыз 32, Е-ның квадраты 32 болатын болса, өзін табу үшін 32-нің түбірін табамыз. 32-нің дәл түбірі жоқ, бірақ 32 дегеніміз 16 мен 2 сандарының көбейтіндісі. Сондықтан 16-нің түбірі 4, сонда 32-нің квадрат түбірі 4, түбір астындағы 2-ге тең болады. Міне осылай етіп есептерді шығарамыз.